Башаңызға сәлем. Бүгін біздер Батумен сыртқа шықтық. Қазір сіздермен кішігірім влог жүргізейін деп. Түркияда бүгін 6 ақпан күні, сейсенбі күні. Негізі бір жыл бұрын дәл осы күні Түркияда жер сілкінісі болған болатын. Өте сондай жойқын, сондай бір қаралы күндерді кешірді Түркия бір жыл бұрын. Қазір енді көп нәрсе уақыт емдейді дейді ғой. Бір жыл өтті, адамдар жайлап. Енді ол жақтың адамдарына әлі де үлкен қиындықтар болар, бірақ жалпы көп нәрсе ұмытылады дегендей. Енді жалпы елімізде де естіп жатырмын, ара-тұра жер сілкінісі болып тұрады. Енді Құдай сақтасын үлкен апаттардан, зілзалардан, елдеріміз сақтасын. Ең бастысы адамдар ғой, адамдар аман болсын. Сол бүгінде біз кәдімгі қарапайым күн, ұйқыдан тұрдық. Және Бату қазір ойнап отыр. Ұйқыдан тұрдық, таңғы асымызды іштік. Содан кейін үйді жинастырып, үй үшін кірлерімізді жайып дегендей. Содан кейін сыртқа шығуды жөн көрдік. Сағат 12-лер шамасы паркке келдік, үйдің қасындағы. Жалпы білесіз, біздер қабатты үйде тұрамыз. Қабатты үйде баланың іші пысады. Сол үшін 1-2 сағатқа күнде сыртқа шығарам. Бату сәлем айтып қой. Баламен уақыт өткізем. Одан кейін планымда бүгін бізде әрбір сейсенбі күні біздің үйдің қасында ярмарка дейді ғой, жаңағы базар болады. Тек қана сол сейсенбі күндері құрылатын. Сол жерге барып көкөніс, жеміс-жидек алатын болам. Одан кейін кешке тағы да продукт алуға барамыз үйге. Солай жалпы үйдің шаруалары деп айтып қойын. Жалпы қарапайым келіндік өмір, былайша айтқанда, қаладағы. Сол менімен бірге болыңыздар. Паркке негізі аннеммен Бату үшеуміз келген болатынбыз. Аннем көлеңкеде отыр, өйткені ол кісі ораза бүгін. Сол үшін көлеңкеде отырсаңыз дұрыс болады деп сол жерге барып отырды. Ауа жұтып, негізі мираж түні, мираж кандилі деген мейрам бар. Мұсылмандарда сол мейрамға орай ораза ұстап жатыр. Батуды әжесімен ұстап магазинге келдім. Ұн алуым керек. Цельнозерновая мука. Білесіздер, мен сол ұннан пісіремін. Нанда сол ұн бүгін арзан бағамен осы магазинге келді. Интернеттен көріп қалғам. Сол үшін осы магазинге келіп алуды жөн көрдім. Жалпы кез келген супермаркетте осындай, білесіздер, әр жерде текстиль барлығы сатылады, тағамдардан бөлек. Үйге қайтатын уақыт келді. 1,5 сағат бойы сырттамыз. Бату бірақ түскісі келмей отыр. Баланы үйге алып келу, парктен шығару өте қиын. Әрең деп алып шығып жатырмын парктен. Шықпайын деп жылап жатыр. Мына жерде мына кілемдер. Түркия текстильдің мемлекеті болған соң сыртқа осылай жайып арзаннан ұстады. Кілемдер барлығы осы жерде. Және де пластика өндірісі өте жақсы дамыған Түркияда, сондықтан да пластик өріндері де көп сатылады. Жалпы осындай хозяйственный магазиндер өте көп. Бұл жерде тағы бір парк бар. Парктер өте көп негізі. Коня қаласында біз тұратын әр жерде осылай балаларға жағдай жасалған, ойнауға. Жалпы пикник жасайтын парктер де өте көп. Енді басқа, мысалға Стамбулмен салыстырғанда, әрине біздің қала әлдеқайда тыныш, нағыз отбасының өмір сүруіне қолайлы қала. Әйелдері көбісі осылай жабылған. Көбінесе хиджаб киеді, немесе орамал тағады әйелдері. 2 миллион халқы бар қала, бірақ та енді Стамбул секілді ондай
қатты загруженный емес. Тыныш деп айтсам болады. Бүгін сейсенбі күні обед уақыты. Кішкене машиналар көп жоқ десем болады. Қазір кешкі уақытта әрине көбейеді жолда. Көліктер. Міне осындай мебель көп жерде сатады және де әртүрлі текстиль сататын дүкендер өте көп. Бұл Коня қаласы, айтып өткендей. Дәл орталығы емес, бірақ орталыққа жақын бір көшелердің бірі десем болады. Орталықта бөлек бір түсіріп көрсету керек сіздерге. Бір түсірермін міндетті түрде каналыма. Жалпы біздің қаланы көп таныта бермеппін осы күнге дейін, бірақ танытып қойғанда мүмкін қызық болатын шығар сіздерге. Және міне көріп отырсыздар, аквариум деген хайуанаттарға арналған дүкен. Хайуанаттарды жақсы көреді түріктер, осында көптеген жерде осындай дүкендер бар. Міне ресторан бар осындай. Жер деген бауыр, тек қана бауырдан тамақтар дайындайды. Көбіне осындай специализируется. Бауыр мен сосын содай бауырдан ресторан. Автобустардан бөлек осындай газельдер де бар. Долмуш деп аталады бұлар. Олардың бағасы сәл көптеу автобусқа қарағанда, бірақ көптеген жерлерге барады. Міне классикалық музыкалы естіліп жатыр. Қателеспесем Бетховеннің музыкасы болу керек. Бұл кәдімгі мектептегі қоңырау. Нәтижеде міне мектеп тұрған. Сол жерде қоңыраудың орнына классикалық музыканы қояды. Қоңырау жеріне. Және бір ескере кететінді Түркияда жолдан өткенде әрине жасыл жанған күтеміз. Бірақ жасыл жанса да міндетті түрде жолға қараймыз. Қарап өту керек. Өйткені Түркияда, әсіресе біздің Коня қаласында ескере кету керек. Көліктер көбіне кейде жасыл жанып тұрса да жүріп өтетін кездері болады. Сол үшін өте қауіпті. Барынша жан-жаққа қарап жүру керек. Өте қауіпті негізінен жолдар. Сол үшін асықпау керек. Түркияға келсеңіздер, ешқашан асықпаңыздар жолда әсіресе. Мектептің балдары қоңырауға шығып, біздің қалада өте көп жерде осындай чешме деп аталады. Бұл су, кәдімгідей судың бұлағы дейік. Чешме деген қалай болады екен қазақша, дәл білмеймін, бірақ осындай су ішетін жерлер бар. Өте көп, қолыңды жуып кетесің, су іше аласың. Ол су және де шайға қолданғанда өте дәмді болады. Сондай жер асты су десек болады, таза. Өте көп әрбір жерде. Сондықтан да су сатып алмасаң да болады. Біздің қалада және де өте көп мешіт бар. Әр кварталда десем болады. Мешіт бар бізде. Түркияның діни астанасы деп атайды Коня қаласын. Шамамен 2000-дай мешіт бар, білуімше. Және түріктер туды жақсы көреді. Көріп отырғандарыңыздай барлық жерде туу өте құрметтейді, және де сол үшін де құрмет үшін әрбір жерге іліп көрсетеді. Мінекей біздің туымыз деп. Мінекей дәл біздің үйдің қарсы жағында. Кәдімгідей нан пісіретін кішігірім наубайхана. Әртүрлі бөрек, нан, сондай нәрселер пісіреді. Үйімізге келдік. Бізге жаңа көшеде берді.
чупа-чупсты. Бірақ біз чупа-чупс жемейміз да негізі. Әлі қыттаймыз да. Түрікшесін қарап жатырмыз. Маша и Медведьтің түрік тіліндегі аудармасы. Батуда сорпа қарын тойдырып, қазір мамасы ұйықтатып, оны сыртқа шығады. Баламды ұйықтатып тастадым. Қазір базарға шығып келе жатырмын. Мынадай сөмкем бар, базарға арналған. Әр сейсенбі күні айтып өткендей ярмарка болады. Сол жерде жеміс-жидек, көкөніс алуға болады. Арзан бағамен, өткені маркеттерде кішкене қымбаттау, шамамен 20%-ға қымбаттау деп айтсақ болады. Кейбір нәрселер тіпті одан да қымбат. Сол үшін де әр апта сайын осы күні базарға шығып керектерімді аламын. Ne kadar? 80. А bu? Bu 70 lira. Базардан келдім. Мінекей алып келген нәрселерімді қазір көрсетемін. Не алғанымды. Және де балам әлі ұйықтап жатыр. Барлығын орнына қойып, қазір кешкі асымды дайындап қоятын боламын. Мінекей алған көкөністерім осылар, жемістер бар. Және де йогурт алдым. Сүзбе дейді, бұны қазақша. Сүзбе, бұдан сорпа пісіретін боламын. Түріктің сорпасы бар, кереметте йогурт сорпасы деген. Егер қызық болса, видеосын салайын кейін. Жалпы бұл алған нәрселерім барлығы 300 лира болып шықты. Бұл теңгеге шаққанда қазір 2024 жылдың 6 ақпан күні теңгеге шаққанда шамамен 4500 теңгеге шықты. Мұнда менде шамамен 2 килограмм жуық апельсин алдым, 2 килограммдай картошка алдым, картоп, және де мінекей 1,5 килограммдай банан алған болатынмын. Мұнда менде жаңағы лимон бар, киви бар 1 килограмм, жарты килограмм шампиньоны бар, тағы не бар, 1 килограмм помидор алдым. Мына жерде мінекей 1 килограммнан көп сеу жүзім алдым, 2 килограмм алма алдым. Мына жерде баклажан алдым, жарты килограммдай. Тағы да не алдым. Салатқа осындай қызыл 40 қабат алдым. Және де мінекей сүзбе сорпаға арналған. Мінекей осының барлығы шамамен 4500 теңгеге шықты. Мен тамақ пісіріп бастайын деген кезде Бату оянып, сонымен Батудың қарын тойдыруға кеттім мен. Аннеміз желеп көмектесіп турап қойып жатты. Кейін мен де жалғастырып, бұндай саңырауқұлақтан кешкі тағам, бұл сулы тағам. Біздің отбасы жақсы көреді. Кешкі асқа салатқа мынадай салат қазір араластыратын боламын. Бұл кәдімгідей қияр маринованный, бұл тауықтың еті, бұл мысыр, бұл да горошек зеленый, ал бұл кускус. Кускус макарон деп аталады. Мына жерде Түркияда шалгам суда пісірдім. Шалгам деген рилсымнан қарасаңыз болады. Шортстан шалгам не екен. Соған пісірдім. Осындай қызыл әдемі болып пісіп шықты. Қазір тұзын қосып, мына жерде және де
петрушка бар. Қазір араластырамын, тұзы мен майын қосып араластыратын боламын. Кешкі қала, түнгі қала, сағат 8. Біз маркетке бара жатырмыз. Қазір продукт аламыз. Бір айлық продуктымызды. Біздің бүгін жүрген жолымыз осы жолдар еді. Осы парктың айналасы. Айтып өткендей, бұл жақта мешіттер өте көп. Мына жерде тағы бір мінекей мешіт көрініп тұр. Қарсы жолда мінекей өте көп. Бара жатқан кезде тағы да көреміз. Жалпы әр кварталда бар. Yarın göreceksin de. Surprise. Belki 400 oldu ya, zam gelmiş. Мінекей үшінші тағы бір мешіт. Жолға енді шықтық. Мына әр кварталда осылай мешіттер бар. Ана жерде тағы бір мешіт бар. Зданияның арқасында. Қазір көрсетейін. Мінекей тағы біреу бар. Ал міне біздің магазинге, дүкенге келдік. Неше түрлісі бар, жұмыртқалар бар. Пастырма деген мындай ет. Копченый мясо сияқты. Olmuş mu? Hayırlı olsun. Sıraqlar var. Hadi giyiz, bugün 4000 alayım. Kaç indirim? Hayır, %5. Hı? %5. Yoktu. Осындай петек балдар көп негізі магазинде. Бағасы қанша? Кірпете кассе бал 230 lira, 65 65 lira. лира дейді. Осындай. 230. Прикольно. Kaç al? Tane aldık. Майдың 1 килограммы осындай бағада. Тоже шамамен қанша болады? Біздің теңгемен 6000 теңгедей ғой. Қазір сиыр, май аламыз. Бізде шамамен біздің отбасыға 2 килограмм май қажет. Сырлар аламыз. 450 gramdan bir tane mi alalım? Önünde әртүрлі ірімшіктер түрлері бар. Қазір алып жатырмыз. Selam söyle. Selam. Selam ait. 250 лираға. Біреу толып тұр, уже екіншісін толтырып жатырмыз. Так, мына жерде міне майлар. 250 лира. Зәйтүния, зәйтүннің майы. Қағаздар, мына жерде. Қазір конфет печенье аламыз. Конфет печенье уақыты. Beni yakala, ben düşüyorum. Yardım et. Tamam.
оқылған сүт дұғасымен шипа ниетінде дайындалған. Қазір балама да беремін, бәрі ішті. Мен сағат 10:30 болды. Біз ұйықтайын деп жатырмыз. Күніміз осылай керемет өтті. Сонымен барлықтарыңызға тағы да көріскенше, сұрақтарыңыз болса, қандай да бір қызыққан комментарий жаза кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.